Біз мәтінді жылжытып үйренеміз. Мәтінді сол жаққа қойып, мәтінді ортаға қойып, немесе мәтінді оң жаққа қойып үйренеміз. Ол үшін бізде CSS-те арнайы ереже бар, ол текст align деп аталады. Біз өзіміздің HTML структурадан h1 тегін таңдап аламыз. CSS-те біз қазір тег арқылы селектор жасадық. h1 тегі арқылы біз таңдап алдық. Енді осыған біз ереже қолданайық. Атап өткендей текст align. Бұл жерде бұл ережеде бірнеше мән бар. Көріп тұрғанда center, end, justify, left, right дегенде біз мәтінді ортаға орналастыру үшін мына center деген мәнді таңдаймыз. Көріп тұрғандай біздің мәтін ортаға орналасты. Ал оны оң жаққа жылжыту үшін right деген мәнді таңдаймыз. Сол жаққа жылжыту үшін left, немесе оның бастапқы мәні солға тене, оны жазбасақ та болады. Достар, текст align деген бұл ереже тек қана мәтіндерге әсер етеді. Мәтіндерге қана қолданады. Мына мақалаға, мына текстқа қолданады. Біз оны контейнерға қолдана алмаймыз, яғни div деген сияқты контейнерлер қолдана алмаймыз.